Арнайы шығарылым Түлкібас ауданында жалғасын тапты. Бұл жолы назар аудан тұрғындарын жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау бағытында жүйелі жұмыс жүргізіліп келе жатқан Мансап орталығының қызметіне аударылды. Орталық 2025 жылы табысты қорытындылап, жоспарға негізделген көрсеткіштерді артығымен орындаған. Нәтижесінде көптеген азамат тұрақты жұмысқа орналасып, мемлекеттік бағдарламалар аясында өз мүмкіндіктерін кеңейтуге жол ашты. Орталық мамандары әр тұрғынмен жеке жұмыс жүргізіп, еңбек нарығында сұранысқа ие бағыттарға бейімдеуге күш салуда. Басшының айтуынша, биылғы жылы да жоспар ауқымды, ал негізгі мақсат халықты жұмыспен қамту деңгейін арттырып, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосу дейді. Енді біздер аудандағы субсидияланатын жұмыс орындарының орындалуы бойынша, сонымен қатар өңірлік жұмыспен қамту картасының орындалуы бойынша айтып өтсем, 2025 жылы жалпы жоспар 6506 болып бекітілген болатын. 2025 жылдың қорытындысымен 7553 жоспарды артығымен орындап, жақсы нәтижемен шықты. Енді бұны бөліктеп айтатын болсам, ішіндегі тұрақты жұмыс орындарын біз 4321 жоспар бекітілген болатын негізі. Жыл қорытындысымен өзіміз осы жоспардың 5475 тұрақты жұмыс орындарына адамдарды жолдадық. Сонымен қатар уақытша жұмыс орындарына жоспар 2185 болатын. 2185-ті толығымен 100% орындадық 2025 жылы. Сонымен қатар субсидияланатын жұмыс орындарға тоқталатын болсақ, жастар практикасы бағдарламасы бойынша жоспар 542 болатын. 380 жас түлектерді жастар практикасымен жолдадық. Сонымен қатар бізде ақылы қоғамдық жұмыс деген бар бағдарламасы. Ақылы қоғамдық жұмысқа жыл бойы 711 адамды, жұмыс жүрген адамдарды жолдадық. Сонымен қатар бізде күміс жас бағдарламасы деген бағдарламамыз бар. 50 жастан астам зейнет жасына жақын қалған жұмыссыз адамдарды жолдауға мүмкіндік бар болатын. 2025 жылдың қорытындысымен 135 жоспар болатын болса, 135 адамды, жұмыс жүрген адамды толығымен орындадық. Сонымен қатар бізде әлеуметтік жұмыс орны бағдарламасы бар еді. Жұмыс жүрген адамдарды осы бағдарламаға қатыстыру мақсатында жоспар 245 болып бекітілген болатын. Толығымен жоспарды 100% орындап шықтық. Енді осы субсидияланатын жұмыс орындарын толығымен 100% 2025 жылдың қорытындысымен орындадық. Сонымен қатар бізде мынау мемлекеттік қайтарымсыз грант бағдарламасы бар. Мемлекеттік қайтарымсыз гранттың қаржысы 400 айлық есептік көрсеткіш болатын. Енді 2025 жылға жоспар 89 адамға белгіленген болады. 89 адам комиссияның қорытындысымен толық 100% орындалып алды. Сонымен қатар бізде ұлттық жобалар аясында неге 2025 жылға 248 жаңа жұмыс орындарын ашу бекітілген болатын. Артығымен біз осы 2025 жылдың қорытындысында 268 адамды жаңа жұмыс орындарына жолдадық. 100%-дан астам жоспарды орындадық. Енді мынау өзіміздегі 2025 жылы жаңадан ашылған кәсіпорындарға жаңа жұмыс орындары ашылып, сұраныстар көп болды. Қазіргі уақытта да жіберіп жатыр. Жұмыс сұрап жұмыс жүрген адамдар келіп, жұмыс істейтін тіркеліп, сол мекемелерге жолданып жатыр. Жұмыссыздық деңгейін қанша пайызға шештіңіздер? Енді 2023 жылы, 24 жылдары жұмыссыздық деңгейі 4,9% болатын. 2025 жылдың қорытындысымен 4,8%-ға орындап шықтық. Енді биылдыққа 4,7%-ға түсіру жоспарымызда бар. Қазіргі уақытта бізде ауданымызда біршама кәсіпорындар ашылуда. Сол кәсіпорындарға барып, меморандумға тұрып, осы өзіміздің Түлкібас аудандық Мансап орталығы арқылы жұмысшыларын, жұмыс жүрген адамдарды алу бойынша меморандумға тұру жоспарда бар. 2025 жылға жоспардан артық 5 жұмыс орын жәрмеңкелерін өткіздік. Негізі 4 жоспарға сәйкес өткізілу керек еді. Жоспардан тыс бір бос орындар жәрмеңкесін өткіздік. Енді 2026 жылға 4 осы бос орындар жәрмеңкесін өткізу жоспарымызда бар.
Бұл жерде енді мынау өзімізде 2025 жылға пробация тізімінде тұрған 10 адамды жұмысқа орналастыру бойынша облыс әкімдігінің қаулысымен бекітілген квотасы бар екен. Оны да 100% толығымен жұмысқа тұрып квота орындалды. Сонымен қатар бас бостандығынан айыру мекемесінен босаған бір адамды осы жұмысқа тұрғызу бойынша квота бар екен, жоспары. Болды 100% орындалып, бір адам жұмысқа тұрғызды. 2025 жылы мемлекет қайтарымсыз грант 89 адамға қаржы бөлінген болатын. Сол 2025 жылдың қорытындысымен комиссияның шешімімен 89 адамда толығымен осы мемлекет қайтарымсыз грантпен қамтылды. Көбіне қандай бағыттар бойынша беріледі? Енді бұл жерде көбісі біздегі бағыттар мынау наубайхана деген сияқты, тігін шеберханасы, сонымен қатар мынау арасында қолөнер де бар. Мынау өзіміздің өсімдік шаруашылығына деген сияқты сондайларға алынды. 2026 жылғы жоспар 74 адамға комиссияның қорытындысымен беру жоспарланып тұр қазіргі уақытта. Кадрлық мәселе бізде мынау Түлкібас аудандық мансап орталығында өзімен қосқанда 37 адам жұмыс жасайды. Қазіргі уақытта ешқандай мәселе жоқ, өзекті толығымен үлгеріп жатыр, толығымен өз қызметтерін өз деңгейінде көрсетіп жатыр. Осы түлектерге арналған жастар практикасы бағдарламасы бар. Университет жоғарғы немесе осы орта арнаулы оқу орындарын аяқтап болғаннан кейін өзіміздің тұрғындар келіп жастар практикасымен 1 жыл 12 айға дейін тәжірибе алу мақсатында практика өтіп, ары қарай тұрақты жұмысқа орналасуға өте үлкен мүмкіндік бұл. Осыған шақырамын. Сонымен қатар бізде бірнеше кәсіпорындарда бос жұмыс орындары бос тұр. Өзімізді мысалға алатын болсақ, Сәстөбе цемент заводында жаңадан Сәстөбе инновациялық кешені соғылып жатыр. Соған да жұмысшылар қажет. Өзімізде алтыннан жаңадан ұн заводы былтырдан бастап іске қосылған болатын. Оларға ол жерге де жұмысшылар қажет. Сонымен қатар әк заводымыз бар. Әк заводымызда да біраз жұмысшылар талап етіп жатыр. Жұмысшылардың тапшылығына байланысты сол жерге жұмыс істейін дейтін адамдар болатын болса, жұмыссыз жүрген. Сол жұмысқа шақырады. Мансап орталығы арқылы мемлекеттен қайтарымсыз грант алған кәсіпкерлер бүгінде өз істерін сәтті дөңгелетіп отыр. Солардың бірі Маржан ханымның тігін шеберханасы. Ол қазіргі таңда қыз жасауын дайындаумен айналысады. Бүгінде оның өнімдері тек аудан көлемінде ғана емес, Алматы мен Астана қалаларына да жол тартып, тұтынушылардың сұранысына ие болуда. Шебер қазақы ою өрнекпен нақышталған сан түрлі бұйымдар тігіп, ұлттық нақышты дәріптеп келеді. Мен бірінші осы немді бастағаным, қайтарымсыз грант алып, өз кәсібімді бастап отырған жайым бар. Алғашқыда үйде бастадым мен. Кейін осы жаққа үлкейтейін, немді кәсібімді дамытайын деп, мына орталықтан шеберхана ашып, осы жерден қыз жасауын бастадық. Мына қазіргі заманауи үлгідегі 3D көрпелер. Бұл өте сұранысқа көп. Құда қаласа мына көрпеміз бүгін Шымкент қаласына Жаннұр ханымның, Жаннұр қызымыздың көрпе төсегі. Шымкент қаласына кетейін деп тұр, Алла қаласа. Мына шай көрпесі, мына қазір заманауи конфетка дейді, негізі бұны мойын жастық. Бұрындары ата-бабаларымыз мойын жастық алып келеді. Қазір заманауи мойын жастығымыз осылай. Мына құда мен құдағи көрпесі, мына одан кейін не жерде ши құрақ. Құрақтың несі көп қой енді, түрі көп. Бізде ши құрақ бар. Қазіргі этно стильдегі 3D көрпеміз. Бұл жерде 3 кило, 4 кило мақта. Бірінші сұрыпты, жоғарғы сұрыпта мақта салынады. Көрпеге 3 килодан. Біз тек қана осы құрақ көрпемен шектелмейміз. Бізде көп тойбастарға тігеміз. Одан кейін алдамана оразамыз келеді. Қасиетті Рамазан айына біз мешітке арнайы тақия тіктік. Өз атымыздан игіліклі іспен мына тақиямызды тегін мешіттерге тарқатамыз деген ниеттеміз. Құда қаласа Рамазан айына. Қанша штук таратқалы жатырсыздар? Біз мына жерде 60 штук тіктік. Тағы да қосамыз, тек қана бір мешіт емес, 5-6 мешітке игілікті іс, сауапты істейді ғой, Рамазан айында тегін тарқатсақ па деп отырмыз. Одан кейін біздерде мынандай тойбастарға, мынандай өз қолымыздан тіккен өте керемет тойбастарларымыз бар.
Бұл да көп сұранысқа ие, неше түрлі неде. Одан кейін андай корзиналарымыз бар. Өзіміздің қолымыздан келгенше бар немізді, еңбегімізді Жан-жақты қамтып жатырсыздар. Жалпы жан-жақты тек қана бізде ол құрақпен қалмаймыз. Не тігеміз, шымылдық тігеміз. Жас отау, жас нелерге шымылдық тігеміз. Бұл неміз мынандай құрақ қызға деген қыз жасауымыз тек қана бір өзімізде емес, Алматы, Астанаға да жіберіп жатырық. Доставкамыз тегін. Келесі қайтарымсыз грант иегері Айткүл Досекеева ол ауданды нан өнімдерімен қамтамасыз етіп, наубайхана кәсібін табысты жүргізіп келеді. Қазіргі таңда 5 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Кәсіпкердің өнімдері аудан орталығындағы 30-дан астам дүкенге таратылады. Күн сайын 1000-ға жуық нан шығару мүмкіндігіне ие. Кәсіпкердің алдағы жоспары мәзірге тәтті тағам түрлерін көбейтіп, кәсібін одан әрі кеңейту. 2025 жылы тамыз айында екінші кезең қайтарымсыз грант иегесі болдым. Осы өзімнің наубайханамды Нұршат, бизнес жобамның аты Нұршат. Осы наубайханамды жүргізіп жатырмын. Қазіргі таңда өзімнің 5 кісіге жұмыспен қамтып отырмын. Рахмет, осындай бізге көмек беріп, осындай қолдап, қуаттап жатқанына мен қуаныштымын. Ары қарай енді өзімнің осы немді наубайханамды кеңейтіп, көркейтіп, үлкейткім келеді. Құдай қаласа ол да болады. Қазіргі таңда мен осы 30-34 магазинге нанды жеткізіп беріп тұрмын. Өзіміздің мына аудандық орталық неде, ол жерлерде де базарда магазиндерім бар, сол жерге де өзімнің жүргізу үшін нанымды жеткізіп беріп тұр. Осындай наннан бөлек тағы да мен осындай пирожный, тәттілер істеп жатырмын. Булочки, торт, кекс, сондайлардың бәрін істеп, жасап магазиндерге жеткізіп беріп тұрмын. Мемлекеттік қолдаудың игілігін тек кәсіпкерлер ғана көріп отырған жоқ, жастар да жұмыспен қамту бағдарламалары аясында өз жолын табуда. Жастар практикасы арқылы жұмысқа орналасқан жас маман 6 айдан бері еңбек етіп келеді. Осы уақыт ішінде тәжірибе жинап, салаға деген қызығушылығы арта түскен. Алдағы уақытта да осы бағытта кәсіби түрде айналысып, өз орнын табуды мақсат етеді. Мерей оқу орталығы өзіміздегі жастар практикасы бағдарламасымен осы жерде 4 түлек оқуларын аяқтап, осы жерде жастар тәжірибесін өтуде. Орталық негізі жекеменшік, басты бағыт ментальный арифметика мен қосымша сабақтар, ағылшын тілі, орыс тілі басты бағытқа алған. Орталық толық режимді жұмыс күнінде Мансап орталығы арқылы қазір 4 азаматша бағдарлама бойынша тәжірибеден өтіп жатыр. Өз еңбек өтілдерін осы жерден алғаш бастап жатыр. Енді солармен бірге танысайық. Иә, танысайық. Жастар практикасы аясында осы жерде 6 айдан аса жұмыс істеп жатырмын. Бұл жаққа сентябрь айында келдім, қыркүйек айында. Өзім Шымкент қаласы Мардан Сапарбаев университетінде оқығанмын. Бірінші болып, осы жаққа келіп, осы жақтан өз еңбек өтілімді алғым келді. Адамдардың кеңесімен осы жаққа келіп, қазіргі таңда өзім мамандығым бойынша 1 және 4 сыныптар арасындағы оқушыларға білім беріп жатырмын. Көптеген тәжірибе жинадым, білікті мамандардан. Өзімнің біріктірілген мұғалімім бар, Ақтөре Саржанұлы, Камшат Абджабар қызы, солармен бірге жұмыс атқарып жатырмын. Еңбек еткенге мүмкіндік бар, ізденгенге жол бар. Түлкібас ауданында жүзеге асып жатқан бағдарламалар соның айқын дәлелі. Бірі кәсіп бастап, бірі тәжірибе жинап, енді бірі өз арманын нақты жоспарға айналдыруда. Мемлекеттік қолдау мен жеке талпыныс тоғысқан тұста нәтижеде көрінеді. Ең бастысы ниет пен әрекет. Ал Түлкібаста сол әрекет бар, демек болашаққа да сенімде нық деген сөз.